Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, керемет болып шығатын май сөк дәмдейтін боламыз, яғни май тары жасайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоға пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Бірінші ыдысымызға тарымызды салып, үстінен ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, 4-5 рет қайтара тазалап жуып аламыз. Тарымыз тұп-тұнық әдемі болып шығуы керек. Тарымызды осылай таза етіп жуып тазалап алдық. Үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, 20-25 минутқа тарымыз жұмсарғанша бетін жауып қоямыз. Бізде тарымыз дайын болды. Енді ақсұрып батаның үстінен тарымызды жайып, суынан жақсылап кептіріп аламыз. Тарымыз тез кебу үшін арасын осылай 2-3 рет араластырып тұрамыз. Тарымызды жақсылап кептіріп алдық. Суынан ыдысымызға салып, үстінен қантымызды, шым-шым тұзымызды дәміне қарай, және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің май тарымыз дайын болды. Дәмді өте керемет болып шықты. Дастарханымызға әдемі болып ұсынуы үшін осылай ыдысымызға салып, тәрелкемізге төңкереміз. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.